1398 жыл. Орталық Азияның билеушісі Әмір Темір өз әскерін оңтүстікке, Үндістанға бастап келеді. Оның мақсаты Дели сұлтандығын талқандау. Бірақ бұл жай ғана басқыншылық жорық емес. Бұл Темірдің билігінің шыңына жеткенін дәлелдеуге арналған науқан еді. Темір Үндістанда өзінің ұлы қолбасшы екенін тағы да қалай дәлелдеді? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Каналға жазылып, өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Үндістан ұзақ уақыт бойы тонау үшін келген басқыншылардың нысанасы болды. Оның солтүстік-батыс шекаралары көптеген орталық Азия билеушілері үшін негізгі жол қызметін атқарды. Бұл басқыншылар әртүрлі мақсаттар қойды және әртүрлі нәтижелерге қол жеткізді. Кейбіреулері жаулап алды, кейбіреулері тонап артқа шегінді, ал кейбіреулері тойтарылды. Алайда Үндістан бұрын-соңды Темірдей басқыншыға тап болған емес. Ол Шыңғыстың тікелей ұрпағы болмағанымен, ұлы ханның лайықты ізбасары еді. Тоқтамысты талқандап Алтын Орданың қалаларын күйреткеннен кейін 1396 жылы Темір Самарқандқа қайта оралды. Ол сол жерде Мин әулетінің елшілерін тұтқындап, солтүстік Юан тағының үміткерін өз құзырында қабылдады. Осы кезде Темір Дели сұлтанатының әлсірегені туралы сыбысты естиді. 1388 жылы Фируз Шах қайтыс болғанда Дели сарайы саяси қақтығыстардың ортасына айналды. Оның немересі таққа отырғаннан кейін бірнеше ай ішінде өлтіріліп, орнына басқа немересі келді. Ал Фируз Шахтың ұлы Мұхаммед таққа 3 рет ұмтылып, ақыры 1390 жылы билікті басып алды. Ол әкесінің құлдарын өлтіріп, тақ иесін қуып шықты. Алайда Мұхаммед 4 жылдан кейін, яғни 1394 жылы қаңтарда қайтыс болды. Оның ұлы Хумаюн таққа отырып, наурыз айында қайтыс болды. Ал оның орнына 10 жасар інісі Махмуд Шах таққа келді. Бірақ осы кезде Фирузабадта тағы бір сұлтан жарияланып, билік үшін күрес басталды. Махмуд Шах билік еткен жылдары сұлтанатта екі ағайынды Саранг хан мен Маллу Ихбал хан ерекше ықпалға ие болды. Олар өз қарсыластары мен сұлтанатты бақылау үшін күрес жүргізді. 1388-1398 жылдар аралығында болған саяси қақтығыстардың нәтижесінде Дели сұлтанатының билігі әлсіреді. Соның нәтижесінде сұлтандар тек Дели мен Фирузабадтың қабырғаларынан аспайтын қуыршақ билеушілерге айналды. Ал Үндістанның басқа билеушілері тек атау жүзінде ғана бағынышты болып, іс жүзінде тәуелсіздікке қол жеткізді. 1398 жылы Маллу Ихбал хан қарсыластарын жеңіп, Дели мен Махмуд Шахты өз бақылауына алды. Осы кезеңде Темір өзінің Үндістанға жорығын пұтқа табынушыларды жазалау деп жариялағанымен, шын мәнінде оның мақсаты әлсіреген сұлтанатты тонау ғана болды. Темірдің немерелерінің бірі Пір Мұхаммед Пенджаб шекарасында жер алып, шапқыншылық жасауға жіберілді. 1397 жылдың желтоқсанында Пір Мұхаммед басқыншылық жорық бастап, Маллу Ихбалдың бауырын жеңіп, Мултанды қоршауға алды. Қала қатты қарсылық көрсетті, сондықтан Пір Мұхаммед атасынан көмек сұрады. Бұл жаңалықты асыға күткен Темір 1398 жылдың наурызында Самарқаннан шамамен 92 000 әскерімен аттанып, қыркүйекте Үнді өзенінен өтті. Ол әскерін екіге бөліп, негізгі күштерді Әмір Сүлейменнің басшылығымен Пір Мұхаммедке көмекке жіберді. Ал өзі Депалпурға бет алды. Темір Үндістанға жылжыған сайын жергілікті билеушілер оған бағынды. Оның жолында жатқан қалалар мен ауылдар қирады, тонауға түсті. Қазан айының соңында Пір Мұхаммед өз атасымен қайта қауышты.
Депалпур пір Мұхаммедтің әскеріне бағынғанымен кейін көтеріліс жасап, тағайындалған билеушіні өлтіріп, қаланы тастап шықты. Олар Бахатнир қамалына барып бекінді. Темір негізгі күштерді Делиге қарай жөнелтіп, өзі 10.000 атты әскермен Бахатнирді жазалауға аттанды. Бахатнир берік қорғаны бар Раджпуттардың бекінісі еді. Оның билеушісі Рауа Далжит жаудан қашқан индустар мен мұсылмандарға пана берді. Қараша айының басында Темір кенеттен келіп, қамал сыртындағы адамдарды түгел қырды. Жауынгерлері баспалдақтар құрастырып, қамалдың сыртқы қабырғасын басып алды. Қарсыластары жан аямай шайқасты, алайда Рауа Далжит күштері Темірді тоқтатуға жетпейтінін түсініп, келіссөздер жүргізуге елші жіберді. Темір әскерін кейін шегіндіріп, 8 қарашада Далжиттің тартуын қабылдап, оның берілуін қуана қабылдады. Бірақ кейін Депалпурдан келген босқындарды тұтқындап, 500 адамды өлтіріп, әйелдер мен балаларды құлдыққа жіберуге бұйрық берді. Алайда қамал ішіндегі Рауа Далжиттің туысы қақпаны қайта жапты. Бұған жауап ретінде Темір Рауа Далжитті өлтіруге бұйрық беріп, қамалды 2 рет шабуылдады. Жау қолына түспеу үшін күйеулері мен әкелері, әйелдері мен балаларын өз қолымен өлтірді. Бекіністі қорғаған индустар мен мұсылмандар бірігіп соңына дейін шайқасты, бірақ түгелдей қырылды. Қамал толық қиратылды. Осыдан кейін Темір Делиге қарай бет алды. Оның жолында жатқан қалалар мен ауылдар өртеніп, тоналып, халық аяусыз қырылды. Ол құрбандарының индус не мұсылман екеніне қарамады. Қараша айының соңында ол Қағар өзенінің жағасында қалған әскерімен қайта қосылды. Темір Делиге бірден аттанған жоқ, керісінше 8 желтоқсанда Жамуна өзенінен өтіп, өткелдер маңындағы бекіністерді басып алды. Ол өзінің тылын қорғап, босқындарды Делиге қарай ығыстырып, қаланың ресурстарын әлсіретіп, халқын үрейге салуды көздеді. Темір Делиді ұзақ қоршауда ұстауға ниеттенбеді. Ол ашық даладағы шайқасты қалады. 11 желтоқсанда Темір 700 әскерімен қаланың айналасынан ұрыс алаңына лайық орын іздеп жүргенде, Делидің бас қолбасшысы Маллу Иқбал кенеттен шабуыл жасады. Үлкен Дели әскері Темірді шегінуге мәжбүрледі. Ол 300 түрік сарбазын сол жерді ұстап тұруға қалдырды. Маллу Иқбал Делиге қайтып оралды, бірақ осы кезде Темірдің лагеріндегі 50.000 тұтқын құтқарылудан үміттеніп, толқулар бастады. Олар соңғы шайқаста тылдан қауіп төндірмеу үшін 12 желтоқсанда Темір үнділік тұтқындарды түгел қырып тастауға бұйрық берді. 14 желтоқсанда Темір Пушти Бихали төбесінің жазығына қарай жылжыды. Ол шайқас алаңын мұқият таңдап, дайындықтарын аяқтады. Оның қарсыластары тәжірибелі болмады. Сұлтанның билігі Делиден әрі аспайтын. Билік халджилардың дәуіріндегідей қуатты әскер жасақтай алмады. Үндістан 10.000 атты әскер, 40.000 жаяу сарбаз және 125 сауытты пілмен ғана шектелді. Жас сұлтан Махмуд пен Маллу Иқбалға еш жақтан көмек келмейтін еді. Әрі олар Темір мен оның тәжірибелі жауынгерлеріне тең қарсылас бола алмады. Шайқас дабыл соғумен басталды. Темірдің әртүрлі жасақтары Дели әскеріне шабуыл жасап, оларды жалған шегінулерге тартып отырып, қарсыластың негізгі армиясымен бірлескен шабуылды болдырмады. Осылайша, пілдердің шабуылын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік берілмеді. Темірдің алдыңғы шебі жасырын жылжып, оң жақ қанатқа өтіп, кейін бұрылып, Делидің алдыңғы жасағына күтпеген жерден шабуыл жасады. Оны толық талқандады. Оң қанаттағы пір Мұхаммед басқарған әскер Делидің сол қанатын ығыстырды. Сол қанаттағы Темірдің басқа жасақтары да дәл осы әдісті қолданды. Сөйтіп,
қарсыласын Делидің қақпасына дейін шегінуге мәжбүрледі. Сұлтанмахмұт пен Маллу Иқбал орталықты ұстап, Тимуридтердің алдыңғы шебіне шабуыл жасады, бірақ олар тоқтатылды. Себебі темір әскерлері пілдерді жаралау үшін арнайы үлкен темір қақпандар орнатқан еді. Делидің орталығы қоршауда қалып, шайқасты жалғастырды. Алайда, кешке қарай қараңғылық түскенде олар шегіне бастады. Темір әскері оларды қала қақпасына дейін қуып барды. Бірақ, қала көшелерінде түнде тұзаққа түсіп қалмау үшін шегінуге шешім қабылдады. Түнде Сұлтанмахмұт пен Маллу Иқбал темірдің әтті әскерінің тұзағынан сытылып шығып үлгерді. Ал келесі күні темір Делидің ақсүйектерінен берілу туралы ұсынысты қабылдады. Осыдан кейін қала бір апта бойы темірдің әскерінің аяусыз қырғынына ұшырады. Кім қалса, бәрі өлтірілді, немесе тірідей өртенді. Темір 1398 жылдың 31 желтоқсанында Делиден шыққанда қала түгі қалмай өртенген, қираған үйіндіге айналған еді. Шайқастан аман қалған бейбақтарды аштық пен індет күтіп тұрды. Делиде тұрақты билік орнауы үшін тағы 15 жыл қажет болды. Темір Самарқандқа оралып, Осман сұлтандығына қарсы шайқасқа дайындала бастады. Бұл екі империяның шайқасы 1402 жылы Анкара түбінде орын алды. Бұл шайқасты сіз біздің арнамыздан көре аласыз. Сондықтан біздің арнаға жазылып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.